Ал таяқ жерге тасталды, кітап өткізу басталды. Мынаны бәрін реттеп жатырмыз. Жұрттығы бар ма, жоқ па? Рахманнікі. Видеоға түсіріп алып жатырмыз, ертең өзіне беріп жібереміз ғой. Сол кезде мүмкін ауысып кетіп, жаман кітаппен. Рахман жаман кітап ауыстырды деп апай айқайлауы мүмкін. Сол үшін бұл видео отчет. Сіздерді айтасыздар. Кітабы жыртылмаған болған апай дейсіздер. Міне дәлел ретінде түсіріп алып жатырмыз. Мыналар осындай ашылып кетеді, ол бұрынғы кітаптар сияқты емес, үлбіреп тұр ғой мына кітаптар. Бірақ сызылғаны, жазылғаны жоқ. Мынаны біз жазған жоқпыз, оны алдында стаған оқушы жазған. Көркем еңбекті көп қолданбайды ғой. Мындай кітаптар таза тұрады. Жыртығы ештеңкесі жоқ. Ал мына кітапты алғанда біз жыртқан жоқпыз, апайға да көрсеткен. Үлкен скотчпен былай скотчтап қойған. Соны енді есіме түсіп жатыр ғой, былай клейлеп қоюға болатынын ше. Соны әбден біткен кезде осыны клейлеп осылай сөйтіп береміз. Бұрынғы кітаптар деген жабысып тұратын, апайлар кітаппен ұратын, оны бір-біріне лақтыратын оқушылар, бір-бірін ұратын кітаппен. Сонда да кітаптар жыртылмайтын мынандай вообще. Былай ойнайтын, былай става ойнайтын. Сендер де сөйтіп ойнайсыңдар ма? Бүйтіп ойнайтын, желпілдететін. Сонда да ол кітаптар мықты болады. Қазіргі кітаптар үлбіреп тұр. Мынау да Рахманікі ма? Иә. Мынау математикасы. Осында бізде Рахман кітапты оқып тастайды, таза ұстайды. Бәрі бізде кітапты оқып тастайды. 5 оқушы ма, 5 оқушының барлығы, Құдайға шүкір, кітаптарын сызбайды, жыртпайды, бәрі таза ұстайды. Болды осылай.